Қазір бізде сағат 11:30 болды, и біз әлі екеуміз енді жиналып жатырмыз. Ерте жиналу керек едік сағат 5-терде, но бармаймыз деп ойладық та, қазір барамыз деп шештік. Сөйтіп, такси шақырып, қазір баратын боламыз. Мен дейтін мектепке сумкамды дайындап жатырмын, но ішінде, мына жақта бізде косметика, потом бет сүртетін зат, өзімнің зарядкам, и мына жақта сабақтар. Мен негізі сағат 4-5-терде уже дайын болып отырған болатын, себебі сол кезде бару керек едік. Но, бармаймыз деп шешіп, сол кезде бетімді өшіруге өте жалко болған болатын. Сол себептен әлі жүрмін. Ертең бізде еще мектепте бір андай күшті көрініс болады. Яғни сол көріністі біз қоямыз, 11-10-ның арасында өтетін болады. Енді оның барлығына ертең қатысатын болам. Біз еще бүгін түнімен ұйықтамаймыз деп жата пландап отырмыз. Осы уақытта сондай көріністер. Жалпылама кішкене айтып кететін болам, қандай көрініс екен. Ертең бізде тарих апталығынан осындай бір көрініс болады. Сынып арасында әртүрлі қазақтың дәстүрлерін бөліп алған болатынбыз. Біздің сыныпқа берілген дәстүр ол ұзату, қыз ұзатуы. Типа құдағилар болып барамыз, и осындай киім сразу киіп бара жатырмын. Еще қаңтар-бұдығы өте аз ғана уақыттар қалды. Уже ертең бізде қаңтар-бұдыға тіркелу басталады. Қаңтар-бұдыға бір күн қалған кезде осындай формуларын бәрін шығарып алдым, енді жаттаймын деп. Жаттап үлгеру керекпін. Мына жақта есеп шығарып отырған болатын. Қазір бізде уже сағат 36 кетті. Все, кету керекпін. Мұнда бізде, Әлия. Қазір енді түсетін боламыз. Өлі ақша жоқ деп айтпайды. Даже мен бүгін ғана ақша салдым ғой, 100 теңге. Вообще сатқын. Саламатсыз ба? Біз дейтін келдік. Не істеп жатсың? Қазір магазинге бірінші қолымызда осындай заттармен келе жатырмыз. Қазір бізде сағат 12-ден 12 кетті. Бүгін мүлде ұйықтамаған болатын. Мен сабақтан кейін 1 сағат болсын хотя бы ұйықтау керекпін. Но бүгін мүлде ұйықтаған жоқпын, и өте қатты ұйқым келіп тұр. Пароль. Қандай пароль еді? А кош с тобой лучше? Идущий. Молодец. Бізде сағат қазір 1:15 кетті, и біз өзіміздің Uno дейтін ойынды ойнап жатырмыз қазір. Осы қыздармен жинап всегда Uno ойнаймыз. Мен ұтып кеттім, достар. Нағар болса сөйлемей отыр. Бұларда қазір дейтін молчанка болатыр. Бізде сағат уже 4-ке жақында қалды. Біз әлі ұйықтаған жоқпыз, но бетімдегі бүкіл макияжды өшіріп тастаған болатынмын. Қазір примерно 1 сағаттан кейін, немесе жарты сағаттан кейін мен уже мектепке дайындалу керекпін. Әлі мектепке бару керекпін. Но мен капец ұйқым келіп тұр, достар. 1-2 сағат ұйықтап аламын. Потом, мектепке жиналатын боламыз. Қазір енді боянатын боламын. Сөзіміздің бүкіл затымызды алып келген болатынбыз. Поэтому қазір тез боянып аламын, и потом шығу керек. Бізде қазір сағат 6:30 болды. Мен өзіме таңғы асқа осындай йогурт алған болатынмын. Қазір осы йогуртты жейтін боламыз. Өзіме макияж жасап біттім. Қараңыздар, кішкене бір басқаша болып шыққан сияқты. Себебі ваннаның освещениесі кішкене басқалау. И мен дейтін мүлде кішкене бір басқаша жағып, осындай бір макияж шықты. Қазір бізде уже 8-ден кеттім. Дала қараңыздар, жарық болып кеттім. Қазір уже шығатын болам. Мен дайынмын, қазір телефон қойып кетейін. Мен уже киімімді киіп алдым, және макияж, укладка барлығы дайын. Қазір сіздерге полный образды көрсететін боламын. Достар, менің полный образым. Қазір уже шығатын боламыз. Негізі мен сразу көрмеге баратын шығарым, потому что сабақтарға енді үлгермеймін. Давайте кеттік. Мен уже сабаққа келдім. Я влоги снимаю. Привет. Кешкен қыздар. Қазір енді қыздармен дайындаламыз.
но бізге что-то ашпай жатыр. Біз еще осы көрмеге бола осындай гүл сатып алған болатынбыз. Короче, бізде ұзату болғаннан кейін жігіт бала, короче, қызға беру керек гүл, поэтому осы гүлді дайындадық. Қараңыздаршы қандай әдемі болып тұр. Ал мында, короче, бізде боянып жатыр. Сағат бізде 10-нан 8 кетті. Уже бізде отырған ес тіркелу басталды. Біз жүргеніміз осы. А еще біздің прокатқа алған заттарымызды көргілеріңіз келе ме? Короче, біз осындай сәукеле алдық прокатқа. Қараңыздаршы қандай әдемі болып тұр. Осыны қазір киеді. Ішінде тағы не бар білмеймін. Осындай алдық. Сосын көрмеге осындай алдық. Болды. По-моему, басқан барлығы дайын. Бізде, короче, перекус. Осындай тамақ жеп жатырмыз. Короче, бізде дейтін мына жақта дайындық полным ходым болып жатыр. Мына жақта осындай ленталарды үкілер жасап жатырмыз, короче. Осындай қолымызға тағатын болады. Ну, типа поднос, да? Қарашы бір түрлі емес па? Бір түрлі болып тұр. Короче, достар, біздің қолымыз осындай болады. И біз қазір былай шашамыз. Менде бір роль бар, достар. Бұл жерде тоже важный адам екеніне түсінген. Пайғамбар бізді қолдасын, кетпес дәулеткен бермесін. Ал қызым, бақытты бол, барған жерінде бағың жансыз, тастай батып судайсың. Ол күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Посмотрите, достар, мынау қорқыныш моменті. Директор толтырамыз, потом төлем жасаймыз и өтініш беріледі. Я, қазір барлығымыз бірге қыздармен жасап жатырмыз. Посмотрим енді қандай болатынын. Короче, достар, іште уайым, біз тапсырып жатырмыз. Ой, тіркеп жатырмыз. О май гад. Бірақ қатып жатыр сайт, достар, өте қатты. Всем доброе утро, достар. Біз дейтін кеше түнде ойнап күліп әйтеуір сағат 4-терге қарай жаттық. И азанда ерте тұрып, өзімше завтраққа барамыз деп пландағанбыз. По идее, бірақтан бізде қазір сағат уже 2-ден асып жатыр. Мен жиналып енді болдым. Бізде күшті бір андай поздний завтрак болатын болады қазір сағат 2-де. Мұнда Гүлдана вообще әлі жатыр. Сол, достар. Мына жақта Гүлі жатыр. Далада бізде қар. И біз енді жиналып жатырмыз. Мына комнатаға кірсек, достар, бізде Акош жиналып жатыр, шашын жасап жатыр. Қазір комната кішкене бір бардак болып жатыр, потому что Акош бізде кетеді бүгін Таразға, сөйтіп жиналып жатыр екен. Вот мұнда заттар боянып сөйттік. Ал жаңа ғана болса мен жиналдым, шашым түсіп, макияжым жасап осында. Менде еще бүгін сессия болады сағат 5-те. И қазір бізде сағат 2-ден асып кетті уже. Бірінші завтрак ішуге сыртқа шығамыз деп ойлап тұрмыз. Әлі завтрак деп жүрмін. И сөйтіп, ары қарай мен универге барам. Сосын ары қарай пландар бар. Соның барлығын сіздерге түсіріп бүгінгі влогтан көретін боласыздар. Біз наконец-то шықтық. Мусордың бәрі кімдікі деп айтпай-ақ қояйын. Қазір біз наконец-то шығып мусор таситын боламыз бірінші. Сосын барып завтракқа барамыз деп әлі жүрсің ғой. Завтрак деп сағат уже 3-тен асты. Все, біз дейтін қазір Уноға келдік осы жерге. Сеуір дегенде барамыз бармаймыз деп жатып келдік. И вот, қараңыздар, мына жақтың атмосферасы прям күшті. Қазір енді қолымызды жуып, заказ беріп, сөйтіп таңғасымызды, обедімізді. Короче, сондай болып жатыр уже бізде. Таңғас үйге уже ұят екенше. Қазір жейтін боламыз обедімізді деп айта берейін. Біздің пиццалар келді. Жібер. Мені күтіп отыр ғой. Мұнда Гули тоже заказала вот осындай. Бізде чай.
И пиццаны қараңыздар, прям күшті. Қазір енді жейтін боламыз. Наконец-то ас болсын бізге. Ас болсын. Тамақтанып алдық. Енді қазір мен такси заказ беретін боламын. Сөйтіп ары қарай универге барамын. Менде қазір философиядан сессия болады, соны тапсырып, сосын ары қарай концертке шығатын боламын. Достар, келдім мен. Вообще трэш кешігіп отырмын. Мәңгілік елде прям пробка болып, 5 сағат пробкада тұрдық та. Содан, короче, мен дейтін кешігіп келдім, бірақ әйтеуір. Қазір осы лифтпен істеймін ана өзі. 6-шы этажға бару керекпін. Фиттің лифтіне мінген соң бұл бізде енудің корпусы. Басқа корпусындамыз. Экзамен бүгін осы корпуста болады екен. Вот қазір енді келдім. Достар, біз философиядан шықтық, тапсырып. Қарасаңдаршы, мен сендерді оқыден түсіріп отырмын. Вот. Біз көрсін. Күшті қылып тапсырдық, бәріміз. О, достар, қаншаға жазыңдар философияны? 97. Ұятым бар адамын мен 90 алдым. Мә, шіркін. Қанша? Айсыш? 93? Мен 100 алдым, достар. Мен 100 алдым. Түрін көрініп тұрма? Неге сұрамасың? Одан әрі. Қанша айтса енді? 97-те 5. Сен қанша алдың, Мадина? 100. Өте соқпаш? 92. Короче, мен түнімен дайындалдым. Сөйтіп мен 100 алдым. Мыналар 96. Қазір біз Гуччи екеуміз концертке барамыз. Мыналар бармайды. Қазір біз Бургер Кингке келдік. Бургер Кингте отырмыз. Сосын кішкенеден кейін біз Гуччи екеуміз кетіп қалатын боламыз. Сөйтіп концертке барамыз. I love you. Еді Мадина. Все, ар жақта заказ беріп жатыр. Бізде сессиялардың барлығы уже келесі аптадан бастап аяқталады. Бізде қанша сессия қалды? Бізде 3 қалды. 3 қалды. Ең қиындары қалды. Дискретикадан басқасы. Короче, бізде матан қалды. Біз Гуччи екеуміз шығып кеттік. Қазір концертке барамыз. Біз дейтін наконец-то келдік. Кіріп бара жатырмыз. Дала дейтін капец салқын. Жаурап әйтеуір дегенде. Елдің бәрі кіріп барады екен. Біз кірдік, достар. Кешікпей, короче, адамдардың барлығы ең жиналып жатыр екен. Мұнда бізде еще Зарина келіп қойған. Үшеуміз бірге қазір концертте көретін боламыз. Біз Қазыбек Құрайшының концертіне келдік, кстати. Меніңше музыка деген ең ежелгі тілдердің бірі. Адамның бірге туатын қасиет сияқты. Қайғырдың жанын қалайсың, түсінбейді көбісі түсінемін, сағынағым мені қалай күштім. Сағындым сені сағынмаудан күнде, мен кебі бір десім маған күнде. Білемін кейде қажыдың, менің де болар жазығым, түсіңе түскен әжімін. Короче, достар, концерттен шықтық біз. Гуччи ары қарай жұмысына кетіп қалды. Дала дейтін реально салқын болып тұр. Қар жауып, короче. Еще зарядка маза. Мен дейтін, наконец-то, достар, наконец-то үйге келдім. Короче, қалай қиналып келгенімді білмейсіздер ғой. Менде зарядка өшіп қалған, автобус күтіп тұрған жерден. Сосын барып мен кофейняға бардым да бір жақын жердегі. Сол жақтан отырып
зарядтап алдым телефонымды, сосын такси заказ бердім. И вот сөйтіп наконец-то келдім үйге. Қазір бізде сағат 10-нан 14 кетті, және де мен дейтін бағана ғана тұрған болатынмын. Тұрсам группа жарылып жатыр. Короче, қандар бұтыға барлығы тіркеліп, сайт істеп кетіпті. Себебі біз бағана мектепте болғанда сайт істемей қатып қалған болатын. Сол себептен үйге келіп тіркелеміз деп, мен бірақ басым ауырып ұйықтап қалып, короче, енді тұрған болатын. Шүкір барлығы дұрыс болды. Короче, мен өзім қалаған орныма, қалаған уақытыма, қалаған күніме, сағатыма барлығы тұр екен. Шүкір орын қалыпты. Сол себептен мен тіркеліп, короче, төлемін жасаған болатын. И короче, қазір қуанып, мен дейтін сабақ оқып отырмын. Себебі уже қатарыпты жақындап қалды. Ал мен өзімнің оқуымды күшейту керекпін. Енді всегда сабақ оқып, короче, уақытылы жүру керек. Қазір вот математикадан нұсқа талдап отырмын. Короче, мына жақта бізде вот нұсқа талдау. Уже 45 минутын көрді саптым. Вот қазір бүкіл заттарды осылай алып келіп алып жасап отырмын. Мен дейтін негізі физика, математиканы аз нәрсе жаттаймын деп таңдаған болатынмын, но что-то мына барлығын жаттау өте қиын болайын деп тұр. Бүкіл формула бұл жақта. Короче, осыны бәрін жаттаймын. Осылай енді мен күнімнің барлығы нұсқа талдаумен, осындай курстармен өтетін болады. Негізі мен курсымда өзім қалып баратырмын, но білмеймін, нұсқа талдап спокойно отырмын. Короче, сіздерге де кеңес беремін, нұсқа талдаңыздар, эффективный болады. Негізі маған ұнайды нұсқа талдаған, поэтому өзіме ұнайтын зат жасап нұсқа талдап отырмын. Достар, мен үйдемін, көріп тұрғандарыңыздай аман есен үйге жеттім. Қуанып тұрмын, соған бар емес пе, потому что үйге жетуім қиындап. Әйтеуір дегенде кірдім үйге. Сағат қазір бізде 1:50 кетті уже. И мен қазір уже макияжымды сүртіп ұйықтауым керек. Себебі ертең ерте тұру керек маған. Бүгінгі күн енді айта алмадым, өте насыщенный, өте қызықты, сондай болып өтті. Өзіме өте қатты ұнады бүгінгі күн негізі. Себебі влогқа барлығын түсіріп жүруге тырыстым бүгінгі күнді. И ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды қойып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Арнамызға тіркеліп, алдағы шығатын влогтарды, видеоларды күтіңіздер. Бізде негізі қазіргі кезде осындай насыщенный күндер көбеюде, сондықтан сіздерге влогқа барлығын түсіріп, сіздерге көрсетіп жүргіміз келеді. Сонымен қатар біздің Instagram парақшамызға осындай күндерімізбен де бөлісіп отырамыз. Сол себепті Instagram парақшамызға өтіп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі осындай бір қызықты влогта кездескенше, немесе челленджде сіздерді арнамызда қайтадан күтеміз. Сіздермен болған сәлем. Сау болыңыздар. Пока-пока.